Құрметті оқырмандар, Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға ұлы даланың ұлы қыздары айдарын ұсынады. Бұл айдардан сіздер адалда арлы жүрегімен сұлулық пен даналықты теңдей ұстаған қадірменді аналар жайлы қысқаша ақпарат ала аласыздар. Сақ патшайымы Тұмар ханшайым әлемдегі ең атақты әйел патшалардың бірі. Ер жүрек батыр, әділ ел билеуші ретінде әлем тарихында қалған Тұмар ханшаның есімі өз заманда төрт құбыланың тұтас билеушісі атанған парсы патшасы Кирдің Орта Азияға жасаған басқыншылық жорығымен тікелей байланысты. Тарихи деректерге сүйенсек, қанқұмар Кирдің соғыс ашу мақсатында жесір қалған Томирис патшайымға өзіне әйел болу туралы ұсынысты елшілер арқылы әдейі жібергендігі баяндалады. Кирдің өзіне емес, елі мен жеріне құда түскелі отырған жақсы түсінген патшайым оның ұсынысын қабылдамайды. Осылайша қулығын іске асыра алмаған Кир массагеттерге ашық соғыс жариялайды. Нәтижесінде Тұмар ханшайым бастаған массагеттер жеңіске жетіп, Кирдің өзі қаза тауып, әскерінің көпшілігі қырылады. Қазақ әйелдері, әсіресе ханымдар, ер алдында ешқашан бүркеншектеу дегенді білмей, орынды жерінде ақыл қосып, шаруасын қашанда оңға бастырып отырған. Солардың бірі кіші жүз ханы Әбілхайырдың зайыбы, ел басқару ісіне араласқан қайраткер дипломат Бопай ханым. Бопай ханым шамамен 1690 жылы Батыс Қазақстан облысы Елек өзені бойында туған. Әбілхайыр ханның зайыбы, Нұралы, Ералы, Айшуақ хандарды өмірге әкелген ана, ел басқару ісіне араласқан асқан сұлу, өте ақылды, ер жүрек қайраткер, аузы дуалы мәмлегер болған. Дина Кенжеқызы Нұрпейісова 1861 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысына қарасты Бекетай құмы деген жерде дүниеге келді. Қаршадай қыз күй өнерін жылдан меңгеріп алды. Айналаға домбырашы қыз деп танылды. Ол кезде Дина небары 8-9 жаста болатын. 1870 жылы Құрманғазы Кенженің ауылына келіп, домбырашы қыздың өнеріне тәнті болады. Ол халық өнерін дамытатын тағы бір адамның дүниеге келгеніне шексіз қуанды. Құрманғазы Кенжеден атақты домбырашылардың сайысы болатын жерлерге Динаны ертіп жүруге рұқсат сұрайды. Осылайша кішкентай қыз 9 жыл бойы 18 жасқа толғанға дейін Құрманғазымен жиі кездесіп, жиындарға еріп барып жүреді. Көптеген атақты домбырашылармен кездеседі. Дина бойжеткенде Құрманғазы оған домбырасын беріп кетті деген мәліметте бар. Фашистер түнгі мұстан деп атап кеткен Күйуаз Доспанова сұрапыл соғыс жылдарында әскери шақпен жауға қырғидай тиіп, отан үшін от кешкен ер жүрек қайсар қыздардың бірі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш әйел Күйуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылы 15 мамырда қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Күйуаздың балалық шағы нәубетті жылдармен тұспа-тұс келді. Ол Орал қаласындағы жалғыз қазақ мектебіне іліге алмай нөмірі 1-ші орыс мектебінде білім алды. Мектептегі оқуымен бірге Оралдағы аэроклубта қатар оқыды. 1940 жылы мектепті үздік бағамен тәмамдап қана қоймай, запастағы ұшқыш куәлігінде қоса алып шығады. Күйуазбен оның ұшқыш құрбыларын немістер түнгі мұстандар деп атап, олардың әуеден бағыттаған соққысын үрейлене күтіп, талай таңды көз шырымын алмастан қарсы алған. 2004 жылы Күйуаз Доспановаға еліміздегі ең жоғары марапат халық қаһарманы атағы беріліп, алтын жұлдыз белгісі тапсырылды. Бибігүл Төлегенова Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисі, педагог, опера әншісі, КСРО халық әртісі, социалистік еңбек ері атағының ең жоғары дәрежесін иеленген. 1929 жылы 16 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келген. Әкесі скрипкада ойнап, анасы ән салған жанұяда әрқашан әуезді әуен естілген. КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты.